Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде 2-ші сыныпқа арналған жетіген тақырыбында диктант жазатын боламыз. Барлығы мәтінде 33 сөз. Алдымен мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң барып диктантымызды жазуға кірісеміз. Жетіген. Жетіген жеті ішекті шертпелі музыка аспабы. Аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Құрылысы өте қарапайым. Жетіген жүздеген жылдар өтсе де баяғы күйінде. Жетілдірілген түрінде 13 ішек байланған. Арнайы тиектер қойылған. Аспаптың үні құлаққа жағымды. Ал енді достар, диктантымызды жазуға кірісейік. Тақырыбын жазамыз: жетіген. Бірінші сөйлем. Жетіген жеті ішекті шертпелі музыка аспабы. Жазамыз, азат жолдан бастаймыз. Жетіген жеті ішекті шертпелі музыка аспабы. Сөйлемді тексереміз. Жетіген жеті ішекті шертпелі музыка аспабы. Келесі сөйлем. Аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Жазамыз, аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Сөйлемді тексереміз. Аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Келесі сөйлем. Құрылысы өте қарапайым. Жазамыз, құрылысы өте қарапайым. Сөйлемді тексереміз. Құрылысы өте қарапайым. Келесі сөйлем. Жетіген жүздеген жылдар өтсе де баяғы күйінде. Жазамыз, жетіген жүздеген жылдар өтсе де баяғы күйінде. Сөйлемді тексереміз. Жетіген жүздеген жылдар өтсе де баяғы күйінде. Келесі сөйлем.
Жетілдірілген түрінде 13 ішек байланған. Жазамыз. Жетілдірілген түрінде 13 ішек байланған. Сөйлемді тексереміз. Жетілдірілген түрінде 13 ішек байланған. Келесі сөйлем. Арнайы тиектер қойылған. Жазамыз. Арнайы тиектер қойылған. Сөйлемді тексереміз. Арнайы тиектер қойылған. Келесі соңғы сөйлем. Аспаптың үні құлаққа жағымды. Жазамыз. Аспаптың үні құлаққа жағымды. Сөйлемді тексереміз. Аспаптың үні құлаққа жағымды. Мінекей достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өз-өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Видеоның астында диктантты бағалау критериялары жазылған. Жетіген. Жетіген 7 ішекті шертпелі музыка аспабы. Аспап ағаштан құрастырылып жасалады. Құрылысы өте қарапайым. Жетіген жүздеген жылдар өтсе де баяғы күйінде. Жетілдірілген түрінде 13 ішек байланған. Арнайы тиектер қойылған. Аспаптың үні құлаққа жағымды.